Selam dostlar, sizinle birге Misakоня. Бүгінгі видеода бізде распаковка емес. Бүгінгі видеода мен өзіме ең керекті заттарды көрсетем. 10 зат. Неше? Бастайық. Бірінші бізде личный күнделік, яғни личный дневник, өйткені маған бұл қатты керек. Бұнда мен өзімнің армандарымды, мақсаттарымды жазамын. Мына жерді қарамаңыздар. Мына жерде менің өзімнің личный дневник әдемілігім, ал ар жақта вообще қарауға болмайды. Өйткені ол жерде менің мақсат, армандарым тұрады. Сондықтан менің ол мақсаттарым, армандарымды ешкім көрмеуі қажет. Вот, бірінші осындай личный дневник. Бұны маған туған күніме құрбым берді. Вот. Мен көргенде қатты қуанғам. Вот. И келесі кошелек. Әрине маған қатты қажет, өйткені менің кошелегім. Вот, ішінде бірақ ақша жоқ. Вот, осындай кошелек. Келесі косметикадан кушон. Енді маған кушон еще керек қой. Осындай кушон. Мен балапанмен алдым, ол жерде аю, сосын минимони деген түрлер болды. Вот. Келесі тарақ. Маған қатты керек тарақ осы. Вот, мен осы тарақ жақсы көрем. Шашымды да жақсы тарайды. Вот. Так, келесі әрине карантин кезінде керек зат, ол әрине маска. Маған керек, ең керек зат осы, өткенде мен кейбір кезде ұмытып кетемін маска. Сол кезде сатып алуға тура келеді. Келесі әрине уже бізде 5 зат көрсетілді. Келесі погаска. Мұндай прям күшті. Менде қара цветі, менде тек қана қара цветі болды. Мен алатын жерде, сондықтан мен қара цветін ала салдым. Вот. И келесі әрине зарядка. Маған керек зат осы ғой. Зарядка. И менің содан кейін зат, ол зарядкадан кейін менің телефоным. Ол маған қатты керек, сондықтан қатты керек заттар осылар. Техникалық заттардан телефон өткені. Онлайн сабаққа да керек, сосын компьютер керек. Менде бар компьютер, бірақ мен оны 10 затқа санамаймын. Яғни кейбір кезде ғана қолданамын. И келесі бальзам для губ. Өткені менің ерім тез қорғайды, сондықтан мен бальзам для губ алып жүремін. Осындай бальзам для губ. Вот. И келесі ең соңғы зат әрине ол бандана. Осындай бандана, менде ақ цветі. Вот. И бұл маған керек. Яғни мен бұны кейбір кезде тағамын, кейбір кезде тақпаймын. Прям күшті, және қараңыздар, фонда прям күшті болып тұр. Осылай фон жасайын ба? Қалай? Вот. Сіздерге ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер, және де менің осы 10 затын сіздерге ұнады ма? Және де мен келесі видеоларда мынандай видеолар түсіретін боламын. Бумажнемерге керек заттар, және де бумажнемерге ең қажетті 10 зат деген видео түсіретін боламын. Ондай видео күтіңіздер. Сау болыңыздар.